Қазгидромет 31 наурызда еліміздің бірнеше өңірінде дауылды ескерту жариялады. Синоптиктер су тасқыны қаупі еліміздің 4 облысында әлі де сақталатынын болжады деп хабарлайды. Ақтөбе мен Ақтөбе облысындағы барлық өзен кенері белгіленген деңгейден асу қаупі бар. Ескерту: белгіленген межеден асқан кезде өзен ағысы бойынша төмен орналасқан елді мекендерді, шаруашылық нысандары мен тасжолдарды су басу қаупі туындауы мүмкін. 2024 жылдың 30 наурызы мен 5 сәуірі аралығында күн райының күрт жылынуы, аралас жауын шашынның түсуі салдарынан қар суы Ақмола облысы бойынша өзендер ағысы бойымен қарқынды жүреді. Атап айтқанда негізінен Көкшетау, сондай-ақ Астрахан, Сандықтау, Атбасар, Жақсы, Есіл, Жарқайың, Шортанды және Зеренді аудандарын қызыл су жайлайды деп күтіледі. Бұл ретте су деңгейінің белгіленген мөлшерден асу қаупі сақталады. Сондай-ақ елді мекендер мен шаруашылық нысандарды су басу қаупі жоғары. 2024 жылы 30 наурыз бен 1 сәуір аралығында қатты жауын-шашынға байланысты Жетісу облысының таулы аудандары мен тау бөктеріндегі аймақта сай-салаға су толып, өзендердегі су деңгейінің көтерілуі мүмкін. Елді мекендерді су басу қаупі жоғары. Ескерту: өзендегі су кенерінен асқанда жайылмалы учаскелерде орналасқан елді мекендерді, шаруашылық нысандары мен жергілікті маңызы бар жолдарды су басу қаупі сақталады. Түркістан облысының таулы ауданы мен тау бөктеріндегі аймақтарында болатын қатты жауын-шашынға байланысты 2024 жылы 30-31 наурыз аралығында өзендерде еңіс ағыны мен су тасқыны жүреді. Су деңгейі көтерілуі мүмкін. Мұндай жағдайда тас жолдарды, елді мекендерді және шаруашылық нысандарын қызыл судың басу қаупі жоғары.